Үй тапсырмасына қазыналы қарттың тәлімі тақырыбындағы жағымсыз кейіпкерлер нысапсыз бай мен қайырымсыз байға сипаттама бере отырып, оларға қандай адами қасиеттердің жетіспейтінін кесте түрінде жазып келу тапсырмасы берілген болатын. Ал келесі топқа Төле би бабамыздың жас кезіндегі Төле бала мен Қоңқа би арасындағы тәрбиелік маңызы зор рөлін сомдап көрініс көрсету тапсырмасы берілген. Балалар үй тапсырмасына жақсы дайындықпен келіп, тақырыптың мәнін аша түскендей болды. Тапсырмасына өте жақсы дайындалып келіпсіңдер. Ал ендеше балалар, енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен таныс болыңдар. Яғни адами асыл қасиеттер. Бүгінгі тақырыбымыздың дәйек сөзі дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ деп Шоқан Уәлиханов атамыз айтқандай. Балалар, сонымен Шоқан Уәлиханов атамыз бұл сөзі арқылы нені айтпақшы болған екен? Шоқан Уәлиханов атамыздың айтуы бойынша әрбір адам адалдық пен әділдікті биік ұстау қажет. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, яғни сендерді, оқушыларды бойына адалдық, әділдік деген қасиеттерді көре білуге тәрбиелеу екені айдан анық. Солай ма балалар? Ендеше балалар, мен сендерге келесі тапсырманы беремін. Ол үшін алдарына тасталған қима қағаздардан қандай өздеріне ұнаған адами қасиеттерді білесіңдер, соларды ақ қағазға жапсырып шығыңдар. Жарай ма балалар? Жарай. Біз адал елдің адал ұрпағымыз тақырыбы аясына негізделген адами асыл қасиеттер тақырыбын аша түсу мақсатында балаларға тапсырма берілді. Тапсырманы орындау барысында оқушылар адалдық, әділдік, шыншылдық сияқты адами құндылықтардың алатын орны, олардың адамдар үшін маңыздылығы жайлы білімдерін тереңдете білді. Қамқорлық, ізеттілік. Жарайсыздар балалар. Бірінші топ, сендер адами асыл қасиеттердің барлығын дерлік сипаттапсыңдар. Мен сендерге жарайсың деген баға беремін. Қайықтарына салсаңдар болады балалар. Ал енді мен екінші тобына да жарайсыңдар, өте тамаша деген баға беремін. Өйткені бұл топ адами асыл қасиеттердің барлығын дерлік тауып жапсырған екен. Жарайсыңдар балалар. Өлімлерін толтырдық біз кеудеге, қателікте болды біздің кей жерде. Білім алушыларды адалдық пен парасаттылыққа тәрбиелеп, олардың бойына адами ізгі қасиеттерді қалыптастыру мақсатында оларға мультхикаяларды тамашалауды сұрадым. Содан кейін мультхикаядан алған әсерлері жайлы сұрадым. Мен бұл мультфильмнен жақсылық әрдайым мұратына жететін, жамандық көңілсіз оқиғамен тентегін түсіндім. Мен бұл мультфильмде жақсылық әрқашан мұратына жетеді, ал жамандық болса әрқашан мұңайып жүреді. Ал балалар, өте жақсы мультхикаядан алған әсерлермен яғни сендер бұл мультхикаядан әрқашан адалдықтың, жақсылықтың мұратқа жетіп, жамандықтың әрқашан да көңілсіз, жаман оқиғамен аяқталатынын осындай балалар. Ал енді балалар, алдарына көк лента берілген және қима қағаздары берілген. Сендер адал болу үшін болашақта өз елдеріне қандай жақсылық жасағылары келеді. Мына қима қағаздардан өздеріне ұнаған сөйлемдерді алып жапсыра қойыңдар балалар. Ана айтты бір өсиет баласына, бір жолдың шығарып сап саласына, ей балам, шаман келсе жақсылық ет. Ақ бейіл адамзаттың арасына, егер де жол үстінде тікен жатса, кірер деп аяғына біреу басса,
ерінбей-ақ иіліп қолың менен сол тікенді көтеріп алып таста. Бұл еңбегің қалмасты босқа бекер, соны көрген соңғы жас солай етер. Жақсы үлгіні жалпы жұрт дәстүр жасап, жол тазарып жолаушы жолдан өтер. Балаларды ынталандыру мақсатында адамдардың бойынан адалдық, адамгершілік қасиеттер табылса, ол адам сымбаттырақ, парасатты көрінетінін, адалдықтың негізі болып табылатын адамгершілік қасиеттер олардың бойларына бала кезден бастап сіңіру керектігін, қалыптастыру керектігін түсіндірдім. Ендеше біз сабағымыздың соңын құттықтық желбіреулері арқылы аяқтаймыз. Махаббат қайрат егеулеп, жұмаралатқан әдене